Берекет ер адамның шешіп нүкте қойған үйінен шығады. Берекет қай үйде болады деген кезде, қай үйде соңғы нүктені ер адам, қай әке қойып отыр, сол үйде береке болады. Бақытты боламыз қалай деп маған сұрақтар қояды жастар. Қай үйдің әкесі соңғы сөзді сөйлеп отыр, сол үйдің қызын алсаң, бақыт береке үйіңе келеді өзінен өзі. Ер адамды әйел адам қылады дейді ғой жаңа. Жаман еркекті жақсы қатын адам қылады, жаман қатынды жақсы еркек адам қыла алмайды дейді. Сондықтан әйел адам түзелуі қиын, оның лучше түзу болып келгені жақсы. Сондықтан бірден мен біреуді түзетіп жіберем, біреуді мен тәрбиелеп жіберем, әкегесін тәрбиелеп алам, мен қатты өлесем, мен крутоймын, көшеде жүргенмін деген нәрсе отбасында жүрмейді. Сондықтан түзу жерден, текті жерден, көргенді жерден, білгенді жерден, ата-анасының сөз жүріп тұрған жерден қыз алу керек.